Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Ахметова Камшат Чапаевна, Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің философия негіздері пәнінің оқытушысымын. Бүгін бізде әдеттегідей философия негіздері пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы философиядағы адам мәселесі деп аталады. Яғни осы философия ғылымындағы ең негізгі өзекті тақырыптардың бірі. Енді бүгінгі адам мәселесі жөніндегі біздің сабағымыздың 3 мақсаты белгілі. Ең бірінші, енді адамға деген түсініктен бастасақ, енді жер бетіндегі тіршілік иелерінің ішіндегі ең саналысы ол адам деп айтамыз. Адам эволюциялық дамудың жоғарғы сатысы. Жер бетінде тіршілік біткеннің иесі. Мұндай дәрежеге жетуге адам өзінің іс-әрекетімен ықпал жасады. Адам ағзасы өте күрделі құрылым. Адам ойлай, жүре, сөйлей, ренжи, күле біледі. Әр адам қайталанбас тұлға. Адамда осындай іс-әрекеттерді атқаруда мидың қызметін атап өтпеуге болмайды. Енді адам мәселесі философия ғылымымен құрдас десе де болады. Себебі бұған дәлел философияның өзі сонау көне замандағы ойшылдардың адам жөніндегі, оның дүниедегі атқаратын қызметі мен алатын орны жөніндегі ой толғауларынан тұрады. Осы кезге дейін біз философияның тарихи типтері деген үлкен тарауды өттік. Сонда сонау шығыс философиясынан бастап қазіргі философияға дейін көптеген философтар осы адам мәселесін зерттеген. Қазіргі таңдың өзінде адам мәселесімен айналысып жатқан философтар өте көп. Енді ең бірінші осы антропология философиясы адам болмысын туралы өтейік. Себебі бұл ғылымды ең алғаш ғылымға енгізген Кант. Ең бірінші философияда антропология терминін Кант енгізді. Адам философиясы немесе антропологиялық философия дегеніміз адам туралы ілім. Ол адам мәселесін екі жақты қарады. Біріншіден ол табиғат әлемі мен табиғи қажеттілікке тәуелді болса, екіншіден адам еркіндік әлемі ретінде қарады. Адамның барлық іс-қимылының басқа біреудің еркіне бағынышты болуынан асқан сорақы сұмдық мүмкін емес деп тұжырымдаған Кант. Енді адамды зерттейтін ғылым салалары өте көп. Жаңа айтып кеттік, ең алғаш антропология ғылымын Кант енгізді деп. Енді басқа да ғылым салалары осы адам мәселесімен айналысады, яғни зерттейді. Ол этнология, педагогика, психология, социология, анатомия және физиология ғылымдары. Енді адам мәселесі ол енді философиядағы ең негізгі мәселе деп айтып кеттік. Жаңа адам табиғатпен, қоғаммен тығыз байланыстылықта дамиды екен. Себебі адам табиғаттың бір бөлшегі болып есептеледі, және ол қоғамда өзін толыққанды сезіне алады. Яғни адам өзі жеке дара өмір сүре алмайды. Адамды адам ететін ол күш, яғни ол қоғаммен байланыстылықта ғана дами алады. Адам мәселесі ол қайта өрлеу заманында жаңаша бетбұрыс болды. Оған енді талдау жасайтын болсақ, адам мәселесі бұл философияның Конфуций, Будда, Сократтан бастап орта ғасырға дейін философияның өзекті сұрағы болған. Орта ғасырдағы бұл мәселенің шешімі адамның қайшылықты пенде екенін ашуда болды. Адам жан дүниесі, рухы бар пенде ретінде әрқашанда аспанға ұмтылған, Құдайға жақсы тұлға. Оның денесі бар, ал оны жердегі қызықтарға құмартуға, оның еркінің соған қарай жетілуіне әкеліп, оны күнәға батырады деген тұжырымдар да айтылды. Енді біз адам мәселесіне берілген, яғни адамға берілген анықтамаларға қысқаша тоқталатын болсақ, енді адам ойшыл жан деп Декарт айтып кетті. Адам құрал жасай алатын жан деп Кьеркегор айтқан. Адам Құдайдың бейнесі деп орта ғасырдағы христиандық теологияның негізін салушылар, яғни Фома Аквинский, Аврелий Августин деген ғалымдар пікір білдірген. Адам ғарыштың бөлігі, кішкене ғарыш деп үнді Қытай философтарында, грек философтарынан анықтамаларынан көруімізге болады. Адам бұл мәңгі абсолюттік рух деп көне үнді философиясында айтылады. Енді адам саяси жануар деген анықтаманы Аристотель де білдірді. Яғни осындай анықтамалар адамға берілген философияда өте көп. Философиядағы адам мәселесіне тоқталатын болсақ, адам деген ұғым адам баласына тән жалпы қасиеттердің жиынтығын білдіретін түсінік.
адамның әлемде алатын орны ерекше. Адам жаратылыстың, табиғаттың туындысы және әлеуметтік феномен. Ол табиғат жасамаған заттар мен құбылыстарды өз қолымен, ақылымен жасайды. Діни ұғымдар бойынша дүние адам үшін жаралған деген ұғым бар. Өмір адамға, адам көңіліне жол табу мақсатында бағындырады. Мұсылман және христиан діндері иудаизмнің Библиядағы мифін қабылдап, адамның азап шегуіне бұрынғы ең бастапқы күнәсі үшін тартатын жазасы дегенде пікірлер айтылды. Енді одан құтылудың жалғыз жолы Құдайға құлшылық етіп табына беру деп уағыздады. Енді бұл теологиялық түсінік әрине. Орта ғасырдағы шығыс философтарының пікірлерінде де адам туралы мәселелер көп айтылған. Әсіресе өзіміздің ұлы ойшылымыз Әл-Фараби бақыт әр адамның көздейтін мақсаты, үлкен игілік деген анықтама берді. Адамда сол мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін үш түрлі тамаша табиғи қабілет болады деді ол. Ол ерекше жасалған дене құрылысы, жан құмарлықтары, ой парасаты деген. Әл-Фарабидің адамның жан дүниесін жетілдіру мәселесін философиялық тұрғыдан зор білгірлікпен жан-жақты да терең зерттеп талдау жасайды. Ал қайта өрлеу дәуірінде адам өзін өзі билеу еркі, мақсаты бар тіршілік иесі ретінде қабылданды. Енді адамның қалыптасуы туралы әртүрлі концепциялар бар. Философия адамды таңғажайып тірі жан деп қарастырады. Адамның табиғаты мен мәні, оның өмір сүруінің мағынасы мен мақсаты аса күрделі дүниетанымдық мәселелер болып табылады. Себебі енді қазіргі таңның өзінде адамның қыр-сырын ашуға деген ұмтылыс ғылымда әлі күнге дейін жалғасуда. Енді тағы да біз философия тарихында адамға берілген жақсы анықтамаларға тоқталсақ, Аристотельдің анықтамасына енді тоқталмасқа болмайды. Адам себебі ол адамға қоғамдық хайуан деп анықтама берген. Яғни басқа хайуандардан адамның айырмашылығы оның қоғамнан тысқары жағдайда өмір сүре алмайтындығы деп тұжырымдады. Яғни адам қоғамнан тыс өмір сүре алмайды, себебі өз қажеттілігін өзі жеке дара өтей алмайды. Сондықтан ол қоғамда әрқашан бір-бірімен адам байланыста дамиды дейді. Себебі адам өз қажеттілігін өтеу үшін басқа адамдармен қарым-қатынас жасау керек. Енді орта ғасырдағы теолог Фома Аквинский адамды дене мен жанның бірлігі, хайуан мен періштенің аралығындағы нәрсе деп қараған. Ал неміс философы Фейербахтың айтуынша жеке дара жалғыз өзі ғана өмір сүре алатын адамның болуы мүмкін емес. Меннің болуының міндетті шарты сенің болуың, яғни басқалардың болуы. Яғни бұл да жағы Әл-Фарабидің немесе Аристотельдің анықтамаларымен сәйкес келіп тұр. Енді өзіміздің ұлы ойшыл Абайға тоқталатын болсақ, адам мәселесіне көп тереңірек үңіліп, оған философиялық түсінік берген ойшыл ол әрине Абай. Себебі Абайдың көптеген шығармаларынан, қара сөздерінен, өлеңдерінен адам туралы, адамгершілік туралы, жалпы рухани жан дүниесі туралы еңбектерді көптеп табуға болады. Енді адам даму субъектісі ретінде жалпы дененің дамуы болады, сосын адамгершіліктік даму, эмоционалдық даму, эстетикалық даму және интеллектуалдық даму. Яғни осы 5 тағанды даму арқылы адам қоғамда ілгері жылжиды екен. Енді адам бойындағы қасиеттерге тоқталатын болсақ, ол енді жақсы қасиеттер әрине. Бұл жерде адам рухани жан дүниесі бай болу үшін адалдық, сыйластық, батырлық, адамгершілік, еңбекқорлық, әдептілік, қайырымдылық, шыдамдылық деген сияқты осы қасиеттер адамның бойында табылу керек. Жеке адамның қажеттіліктері, яғни адам өзінің қажеттілігін айтып кеттік, жеке дара өте алмайды дедік. Енді қажеттіліктің өзін біз екіге бөлеміз ғой. Ол әрине материалдық қажеттілік және рухани қажеттілік дейміз. Материалдық қажеттілікке енді біз баспана, сосын жаңағы тамақ ішу, киім киюді айтамыз. Ал рухани қажеттілік дегеніміз
ол енді басқа адамдармен қарым-қатынас жасау, еңбек ету, білім алу деген сияқты қажеттіліктер жатады. Осы қажеттіліктердің барлығын адам өтеу үшін алға қарай жылжып еңбек ету керек. Адам деген ұғым адам баласына тән жалпы қасиеттердің жиынтығын білдіретін түсінік. Адамның әлемде алатын орны ерекше. Адам жаратылыстың, табиғаттың туындысы және әлеуметтік феномен. Ол табиғат жасамаған заттар мен құбылыстарды өз қолымен, ақылымен жасайды. Енді діни тұрғыда да адамға деген анықтамалар өте көп. Ол енді ислам дінін алатын болсақ, христиан діні болсын, будда діні болсын, жалпы әлемдік діндердің барлығында адамға өзінше бір түсінік береді. Енді қорытындылайтын болсақ, адам табиғат шындығына бойлай отырып, оның адамға тәуелсіз өз ерекшелігін танып білу деңгейіне көтерілді. Сөйтіп әлеуметтік организмнің ең нәзік бөлшегі, жаңа адам әлемі, мәдениет әлемінің бастауы, адамның рухани әлемі қалыптасты. Адамның даму эволюциясында екі қарым-қатынас бағыт қалыптасты. Біріншіден, сыртқы дүние туралы білімнің өсе түсуіне негізделген, оның өзіндік еркіндігі, құрал-саймандар мен мәдениеттің дамуы. Екіншісі, адамның өз қолымен дамып отыратын күрделене түсуіне байланысты, оған оның бағыныштылығының арта түсуі. Енді бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Яғни адам мәселесін бұған дейін де біз жаңағы философияның тарихи типтері деген тарауда өтіп кеттік. Енді адам мәселесін әрі қарай біз жеке тұлға, сосын жаңағы индивидуалдық деген келесі тақырыптарымызда қарастыратын боламыз. Сол кезде адамның мәнін әрі қарай аша түсеміз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.